أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا توبة نصوحا. Buyruq: Ey iman keltirgenler, nasuh tövbe etіңдер. Nasuh tövbe degeni şınay tövbe. Eş qanday kemşiliksiz, qaytadan kunaga batpaytындай, qaytalamайтындай болып tövbe жасау. Осы әмірге сай тәубе ету мүмин мұсылман пендеге парыз. Әрдайым тәубе етіп жүру керек. Имам Бухари ривайет етеді. Бізден бұрын өткен үмметтерден бір адам 99 адамды өлтіріпті. Кейін көңіліне адамилығы түсіпті. Қаншама жамандық істеп қойыппын ғой. Тәубе етсем қабыл бола ма екен, болмай ма екен? Bir білімді адамның алдына барып, мен осындай 99 адамды өлтіріп қойдым. Тәубе етсем қабыл бола ма екен, депті. Десе, сенің тәубең қайдан қабыл болады? Соншама адамды өлтіріп жіберіпсің ғой. Пәлен түген деген екен, онды өлтіріп 100-ге жеткізіпті. Кейін тағы да адамилық ояныпты. Басқа бір ілімді адамның алдына барып, сөзін айтқан екен, болады депті. Тәубең қабыл болады депті. Тек сен бұл жерде емес, тәубеңді пәлен елге барып айт. Бұның хикметі бұлай. Адам күнә жасап үйреніп қалған жерінде, күнә әр кез оны өзіне баурап тұрады. Күнә жасаған жер таныс, басқалар таныс, күнәға итермелеген достар таныс. Арасында жүрсе, айналып бара береді. Сондықтан да шариғатта сондай тәубе еткендерге басқа жаққа шығып кетуі насихатталады. Әлгі адам үміттеніп, сол адамның насихатын алып, әлгі айтылған тарапқа тәубе жасау ниетімен жөнелді. Жолда кетіп бара жатып қайтыс болды. Жолдың ортасында өліп қалды. Хадисте айтылады, рахмет періштелер мен азап періштелер таласып қалды. Рахмет періштелері мұның жанын мен аламын. Азап періштелері мен аламын, біз аламыз. Не үшін? Бұл 100 адамды өлтірген. Азабын тарту керек. Бұлар, бұл тәубе жасауға кетіп бара жатқан еді. Аллаға шын ниетімен тәубе жасамақшы болған. Әлгі жасағандарын білмей жасап қойған еді. Осындай талас тартыс. Сол кезде мынадай тағылым келді. Сол адамның жатқан жерін өлшеңдер. Қай тарапқа жақынырақ екен? Күнә жасап жүрген жеріне жақын ба? Тәубе жасауға кетіп бара жатқан тарапқа жақын ба? Өлшеп қараса, бір қарыс тәубе жасайтын тарап жағы жақын шыққан екен. Ендеше рахмет періштелері мұның жанын алсын деген екен. Бұл нәрсемен не айтамыз? Бұл дегеніміз, қоғамда ешбір адам өзін мүжіп жеп шетте қалмасын. Мұсылмандардың жамағатымен болсын. Күнә жасаса тәубе етсін. Көпшілікке қосылсын. Өз бетімен шайтанға ұқсап мен деп жүрмесін. Жамағатқа қосылсын. Көпшілікпен бірге болсын. Солармен ізгілік жолында әрекет етсін. Тәубесін шын ниетімен жасасын.